Ақша деген тиын сияқты, онымен адам сатып алады, бір нәрсе сатып алады. Ақша деген ол қағаз, ақша. Байлық деген күміс, алтын, сондай заттар. Байлық деген ол менің түсінігім бойынша ол осы жалған өмірдің әйтеуір адам баласына керек қойған ғой бұны. Бірақ байлық қолдың кірі. Махаббат деген бір-бірін жақсы көрілген. Бір-бірін сыйлау ғой махаббат деген. Жұмыс деген ол үйге ақша табатын жер. Жұмыс деген ол еңбек. Атақ деген ол халықтың көңілінен шыққан азамат. Тәуелсіздік деген ол батырлар күні. Тәуелсіздік деген ол тәуелсіздік. Кімге қалай, кім қалай оғады? Достық деген бір-бірін дос болып жүрген, бір-біріне көмектесетін. Достық деген сатылмайтын, сатпайтын, жаман жерді баспайтын, бір-бірінің артынан жаман әңгіме айтпайтын достық болған абзал. Қазір өткен сауысқан достар қаптады, пайдасы жерге қонбайтын деген сөздер де бар. Достық деген ол да бір осы жалған өмірде керек нәрсе. Мұқтаждық деген елде мұқтаж адамдар болады, көмек керек болып жатады. Сол мұқтаждық дейді. Мен оған үйге зат алам, тамақ сондай. Үйде тамақ болмай жатса. Сұраймын, не үшін беріп жатсың? Бұған мен бұны алатындай не істеп қойдым. Егерде енді өзің жаңағы еңбегін жасап алып жатсаң, оны әрине ол бала-шағаның нәпақасы. Абылай құрдан құр беріп жатса, мен ондайға жоқпын. Сенем. Әрине сенем. Әрине, қолдан келгенше әйтеуір. Қолдан келгенше әйтеуір армандарын орындап жүрміз. Қолдан келгенше. Әрине, Нұрислам өзінде ол да бөтен бала емес қой. Кім болса да қазақтың баласы армандаса, қазақтың жігіттері орындаған абзал.